Баршаңызға сәлем. Қалдеріңіз қалай? Сізде барлығы жақсы деген үміттемін. Бізде үйде қонақта бүгін жездем және әпкем, яғни Ергеннің туған әпкесі, жолдасымен бүгін қонаққа келіп қалды. Олар Батуды сағындық, көріп кетейік деп жаңа 1-2 сағат болды келгендеріне. Келгеннен кейін бірден шайларын беріп, қазақша стильдегі бауырсақпен, маймен, қантпен дегендей солайша шайымды беріп, енді кешкі асқа кіріскелі жатырмын. Кешкі асқа бүгін бізде маклюбе. Маклюбе бұл арабтардың тағамы, бірақ түріктерде де өте кеңінен таралған тағам. Және түркиялық стильдегі маклюбені көрсетемін сіздерге дайындап. Мүмкін сіздерге қызық болар деген ниетпен осы видеоды түсіріп жатырмын. Сонымен бастаймыз. Табамызға алдымен сұйық майымызды құямыз. Және де ішіне етімді салдым. Менде мында шамамен 400 грамм ет. Оттың дәрежесін ең жоғарғысына қойып, шамамен 3-4 минут уақыт қуырып алдым. Содан соң үстіне су құйып, қақпағын жауып, оттың дәрежесін ең төменге қойып, осы еттің піскенге дейін ұстаған болатынмын. Ет пісіп жатқан кезде мінекей менде мында 3 картопымды әдемілеп кестім. 3 миллиметрлік қалыңдықта кесіп алдым. Кәдімгі пышақпен де кессеңіз болады. Қызып тұрған майға салдым, және де қызып тұрған майда 5-7 минут уақыт қуырып алдым. Және де менде мында 3 сәбіз, оларды да дәл солай турадым. 3 миллиметрлік қалыңдықта болатындай қылып. Және де оларды да шамамен 5-7 минут осы қызып тұрған майда қуырып алдым. Және де менде мында баклажаны бар, олар менде қуырылып тұр, дайын баклажаны. Сондықтан да сізде баклажан болса да қоссаңыз болады, қоспасаңыз да болады. Енді барлығын жинайтын боламыз. Мынандай басқаша формадағы табамды алдым, кішкене шұңқырлау келген, және де ішіне алдымен етті орналастырдым, содан соң үстіне картоптарымды орналастырдым, және де үстіне сәбізімді орналастырдым. Сәбізім кішкене аз болып қалды, көптеу қоссаңыз тіптен жақсы болады. Және де сонан соң баклажандарымды орналастырдым, әдемілеп, сыртқы жағына тізіп, дөңгелетіп орналастырып шықтым. Енді тағы да осы отқа қойдым, жоғары дәрежедегі отқа. Ішіне 3 стакан күріш менде мында. 3 стакан күрішімді жуып алдым. Және де осылай орналастырдым. Қасықпен түзелетіп шығасыз. Енді тұзымды қостым дәміне қарай. Және де үстіне шамамен 1 шай қасық куркума қостым. Бұл өз еркіңіз, қоспасаңыздар да болады. Жалпы куркума әдемі түс береді күріштерге. Сондықтан да қолдандым. Енді үстіне кішкене сары май қосамыз. Қасықтың ұшымен салып отырып. Және де бір ескере кететін жайт, менде кәдімгідей қарапайым күріш. Длиннозерный деген жаңа ұзынша келген күріштер болады. Оны қоспасаңыз жақсы болады, өйткені олар соңында табан төңкерген кезде шашылып кетуі мүмкін. Жаңағы рассыпчатый болып, ал бізге күріштің ұстап тұрғаны маңызды. Сондықтан да қарапайым күріш. Және де ең соңында мінекей суымды құямын. Менде 3 стакан күрішке 6 стакан су құйдым. Кәдімгі салқын суды құя салдым, фильтрден алған. Және де қазір қақпағын жауып, осы қайнағанын күтемін. Суым қайнап бастаған кезде мінекей бірден отымды ең аз дәрежеге қоямын. Және де осы оттың қысылып тұрған дәрежесінде осылайша күріштің толығымен піскенге дейін ұстаймын. Шамамен 25 минут уақыт керек. Мінекей 25 минут уақыт өтті. Бір тексеріп аласыздар, дәмін қарайсыздар. Мен күріштерім пісіп қалыпты. Және де қасықпен осылайша басып қоясыздар. Қайта басып қою керек. Сол кезде қазір табамызды төңкерген кезде жаңа күрішіміз шашылып қалмау үшін нығыздап бір қасықпен басып қойыңыздар. Сонымен біздің маклюбеміз дайын. Қазір мінекей осындай үлкен подностың үстіне төңкеретін боламын. Ал бісміллә деп қояйық, қорқынышты. Өйткені
Düzөө болып шыға ма екен, шықпай ма екен, сол жағынан әрине қорқып тұрмын. Bismillah. Hemen çevirmem lazım değil mi? Hı hı. Beni çekiyorsun değil mi? Hı hı. Hemen çevirmem lazım. Hemen çevir. Çevir. Bismillah. Çevir. Bu kırılır mı? Şey yaparken. Yok yok bir şey olmaz. 1, 2, o Burak gibi. Bismillah 1, 2. Bismillah. Ah ıslık. Tamam, Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. O çıktı. Неужели? Керемет. Oh, мінекей. Айран немесе табиғи йогурттарымды осылай табақтарға қоямын. Сол кезде олар араласып жаңағы каша болып кетпейді да. Осылай тұрғаны меніңше өте керемет болады. Табиғи йогурт немесе айран қолданады көбісі. Және де үстіне кішкене ғана кептірілген жалбыз, яғни кептірілген мята. Бұл ас қорытуға өте керемет болады. Түріктер өте кеңінен қолданады бұл жалбызды. Сондықтан да мен де осылайша сеуіп шығуды жөн көрдім. Және де қызыл бұрыш кішкене ғана. Және де мінекей салат, кәдімгі свежий салат дейді ғой, сондай салат. Жан жақтарына шөледі ме? Шөле қойсам. Жан жақтарына осылайша орналастырып шығайын. Біздің петрушка. Отбасымызбен жалпы жасыл оттарды, от дейді ғой түріктер. Осы шөптерді жақсы көреміз негізі. Сондықтан да осылай орналастырып шығарамыз. Мінекей осындай керемет болып шықты. Bozacağız mı? Bozunuz. Karaya giremem. Pişirmişsin de. Az bolsun. Batoş, az bolsun. Biz асымызды бірге отырып, кереметтей жеп бітірдік. Соңғысын қазір нанмен қалмасын деп. Не дерсің, сүннет болсын? Сүннет болсын деп, міне. Күріштің бір талы да босқа қалмасын деп, осылайша міне өзім бітірдім соңғысын. Мінекей. Барлығына ұнады деп ойлаймын, бітіргендеріне қарағанда. Менің видеом да соңына келіп жетті. Егер видеом ұнаған болса, лайк баса кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетіңіздер. Және де каналыма жазылып қойыңыздар. Видеолеріңізге міндетті түрде маклюбе дайындап қуантыңыздар. Сонымен келесі кездескенше сау болыңыздар.